Әкең ау сен қора тазалап қойды ма? Ей, аналар вообще қора тазаламапты ғой. Әкең ау сен қайдасыңдар? Үлкен ұру қалмайды. Атасының баласы ғой бұл. Қазір ұрсам атасынан таяқ жеймін. Бұл жоқ, бұл кенжесін ұру қалмайды. Бұл апасының баласы ғой, апасынан таяқ жейміз. Енді кімді ұрсам болады, қорашыны? Кейін аусың берген. Папа, өзімнің алғашқы айлығымнан сізге бір мұздай пиво әкеп қойдым. Ұрмасаңызшы бар. Ой, тоңғышым менің өз еңбек қор. Еще әкесі не керек екенін біледі ғой жыланым. Қазір барам. Папа, мен ше алғашқы айлығымды ше жұмсап қойдым. Бітті, менде ақша жоқ. Маған жылдам ақша тауып берей алқаш. Ой, жаным, кенжетайым, менің бере салған ақша қылтқыш қой өзі. Уайындама, қазір бара бер, Каспийға 10 миллион аударып берем. Папа, сіздің ортаншы балаңыз есейді. Қазір Каспийіңізді қараңызшы, сізге 2 миллион теңге лақтырып жібердім алғашқы айлығымнан. Ой, әкең ау сүгін, мені алдап арам ақшаңды Каспийіме лақтырып е. Каспийімді құртасың сені. Ол ақшаны біреуді алдап алған шығасың сені. Маған ақша бес балам. Мынау ақша саған мә. Балам, саған жететін бала жоқ қой. Мама, көрші магазиннен қарызға нан ала алмай жүретіңіз ғой. Мәңіз, мына ақшаға бүкіл магазинді сатып алыңыз бар. Бомж деген үшін кешір. Ағаңды кешір. Сен мен бомж болып кетеді деп ойладың ба? Мен әлемді ұстап тұрған шейхпін. Әлем менің ақшаммен өмір сүріп жатыр, білесің ба? Менде ше 10 самолет, 8 вертолет, 1 самокат, 2 ешақ бар менде. Білесің ба? Мен туалетке пілмен барам, пілмен. Мына ақшаны ал, бишара. Аға, мені кешір телейма. Мен үшін талай папақ қойдың да айырды ғой, кешір папетіне. Сендер бар ғой, слишком мына папымның құлағына отырып алғансыңдар да атак. Менде ақшаның бәрі түсін ма? Мына ақшаға бат тұрсый сатып ал. Тұрсайшы. Әкең ау сүгейін. Түсіңде не көріп атсың? Көтің жуып жасайшы.